Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Корей халқының ұлттық тағамдарының бірі өте жұмсақ болып шығатын пегодидің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Бұл жерде қамырдың бір ерекшелігі ашытқы қосылып жасалынады. Ұнымызға бір қасық майонезімізді саламыз. Және де міндетті түрде жылы су болуы қажет. Жылы суымызға ашытқымызды және тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ашытқы қосылған суымыз дайын. Енді осыны ұнымызға құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың үстіне бір ас қасықтай сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап үстін басып, ең жақсылап қандырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, осындай жұп-жұмсақ болуы қажет. Енді осынан үстін салафанмен немесе пищевой пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше 1,5-2 сағатқа дейін қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет, пияз, картоп және де 40 қабат қажет болады. Ең алдымен картошкамызды ұсақтап, кубиктап турап аламыз. Бұл жерде картошка қосу негізінде маңызды емес. Оригинал рецептісінде тек қана 40 қабатпен тартылған еттен жасалынады. Мен жолдасым өте қатты 40 қабатты ұнатпағандықтан мен арасына картошка қосып жасайтын боламын. Өз қалауларыңыз бойынша 40 қабатпен тартылған етті қосып жасасаңыздар болады. Және де пиязымызды да солайынан ұсақтап, кубиктап турап аламыз. Қырық қабатымызды, яғни орам жапырағымызды кішкене ұзыншақ етіп тураймыз. Міндетті түрде ұзыншақ етіп турауымыз қажет. Видеодағыда көрсетілгенде ұзыншақ етіп, және де жіңішке етіп турайтын боламыз. Ендігі кезекте 40 қабатымызды міне жақсылап турап алдық. Енді осыны қолымыздың көмегімен жақсылап мыжып шығамыз. Сонда біздің 40 қабатымыз жұмсақ және де суы шығып, сочный болады орысша айтқанда. Мінекей дайын. Енді осының үстіне туралған пиязымыз бен картоплымызды саламыз, және де тартылған етімізді саламыз. Үстіне 40-50 граммдай сұйық майымызды құямыз, және де дәміне қарай тұз, бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприканы да қосуға болады, және де кез келген өздеріңізге ұнаған дәмдеуішті де қолдансаңыздар болады. Және де үстіне 25-30 граммдай суымызды құйып, жақсылап қолымыздың көмегімен немесе қасықтың көмегімен араластырамыз. Мінекей біздің ортасына салатын салмамыз дайын. Бұны негізінде қуырып жасайды. Мен бұл жерде қуырып жасамайтын боламын. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қуырып жасасаңыздар да болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын, өте күшті болып көтерілді. Енді осыны бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз.
Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп алдық. Енді осыны осылайына қолымыздың көмегімен домалақ етіп қойып қоямыз. Қамырды үлкен кішілеу қылу өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Бұл жерде мен өте қатты үлкен де өте қатты кішкентай да қылып жасамаймын. Өз қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен де жаюға болады. Мен бұл жерде оқтауды пайдаланған жоқпын. Қолымның көмегімен осылайынан домалақ етіп жайып шықтым. Барлығын алдын ала дайындап алсаңыздар, жасауға да сіздерге ыңғайлы болады. Енді дайын болған қамырларымызға салмасын салып шығамыз. Кезек-кезегімен бір келкі қылып салмасын саламыз. Енді осыны видеода көрсетілгендей жақсылап өріп шығамыз, яғни жақсылап түйетін боламыз. Осы әдемі қылып өрсеңіздер, әдемі қылып түйсеңіздер, піскен кезде өте әдемі көрінеді. Барлығын кезек-кезегімен осылайынан жасап шығамыз. Сіздерге тағы бір мәрте көрсетіп кетейін, қалай түйу керегін жақыннан сіздерге көрсетіп жатырмын. Мұқият осы жеріне мән берсеңіздер болады. Өте оңай, еш қиындығы жоқ. Басында кішкене қиындау, басында дұрыс шықпауы мүмкін. 1-2 жасағаннан кейін үйреніп аласыздар. Барлығын жақсылап дайындап алдық. Енді мантабаркамыздың табасын жақсылап астын майлайтын боламыз. Енді мантабаркамызды майлағаннан кейін пигодиларымызды салып шығамыз. Аралары міндетті түрде алшақ болуы қажет. Піскен кезде қазір буларымыз көтеріліп піседі. Бұл жерде бізде ашыған қамыр болғандықтан біздің піскен пигодиларымыз 2 есеге ұлғаяды. Ендігі кезекте пигодиімізді пісіреміз. Қайнап тұрған суымызға мантабаркамызды қойып 35-40 минутта пісіп шығады. Мінекей достар, біздің пигодиларымыз дайын, өте жұмсақ, сочный болып шығады. Және де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Дәмі деген өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де осы рецепті достарыңызбен де бөлісіп қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.